Барселонада жаңа маусым басталғалы жатыр. Бірақ команданың ішінде әзірге тыныштық жоқ. Ең басты алаңдаушылық Френки де Йонгқа байланысты. Оның ауыр жарақаты салдарынан футболшы қысқа уақыт ішінде емес, тіпті қыс мезгіліне дейін алаңнан тыс қалуы мүмкін. Сонымен қатар Ханси Флик тарапынан оған деген сенім айтарлықтай төмендеді деген қауесет пайда болды. Футболшының өзі бұл ақпаратқа байланысты көпшілік алдында мәлімдеме жасап, мотивациясы жеткіліксіз деген айыптауды жоққа шығарды. Бірақ бұл жағдай тек жартылай қорғауға ғана әсер етіп отырған жоқ. Барселона бір уақытта Ферран Торрестің болашағында шешіп жатыр. Сонымен қатар Хулиан Альваресті сатып алу бойынша келіссөздер сәтсіз аяқталған жағдайда қосалқы нұсқаны іздеуде. Бұған қоса клуб қорғанысты күшейту стратегиясында түпкілікті анықтап жатыр. Яғни қазір Барселонаға тек кімдерді сатып алу керектігін емес, жаңа маусымда кімге шынымен сенуге болатынын да анықтау қажет. Достар, жайғасып отырыңыздар. Бастаймыз. Барселонада Френки де Йонгтың айналасында өте жағымсыз жағдай пайда болды. Бұл жерде мәселе тек жарақатта емес, футболшы мен Ханси Флик арасындағы сенімге де қатысты. Бақ мәліметінше, өткен маусымның соңындағы бір жағдайдан кейін жаттықтырушы мен команданың капитандарының бірі арасындағы қарым-қатынас айтарлықтай нашарлаған. Қазір клуб ішінде Фликтің нидерландтық жартылай қорғаушыға деген бұрынғы сенімі сақталған ба деген сұрақ туындап отыр. Ең маңызды жағдай Чемпиондар лигасының ширек финалындағы Атлетикоға қарсы қарымта кездесуде болған. Ойын Метрополитанода өтті. Айтылған ақпаратқа сәйкес де Йонг медициналық штабтан рұқсат алғаннан кейін негізгі құрамда шығып, шамамен 1 сағат ойнауы керек болған. Алайда футболшы тәуекелге бармауды шешіп, матчқа дайын деп есептелсе де, алаңға шығудан бас тартқан деген ақпарат бар. Дәл осы жағдай Фликтің де Йонгқа деген көзқарасын қатты өзгерткен. Кейін жаттықтырушы футболшының физикалық жағдайын қалай басқарып жүргеніне барған сайын алаңдай бастаған. Сонымен қатар оның нақты диагнозды не себепті сонша ұзақ уақыт ала алмағаны туралы да сұрақтар туындады. Осындай жағдайда маусымның соңына қарай Гави негізгі құрамда жиірек ойнай бастады. Флик испаниялық футболшыға команда капитаны де Йонгқа қарағанда көбірек сенім арта бастады. Енді жағдай жаңа жарақатқа байланысты одан сайын қиындады. Френки әлем чемпионатынан тізесіндегі жарақатпен оралды. Кейін Барселона оның оң тізесіндегі медиалды жанама байламның үзілгенін ресми түрде растады. Әзірге операция қажет емес. Бірақ Френкидің шамамен 5 айға дейін алаңнан тыс қалу қаупі бар. Бұл жаңа маусым қарсаңында Барселона үшін өте ауыр соққы. Осы жағдайдан кейін де Йонг қауесеттерге өзі жауап беруді шешті. Ол мәлімдеме жасап, адамдардың оның Барселонаға деген көзқарасы мен клубқа адалдығына күмән келтіріп жатқанын көру өзіне ауыр тиетінін айтты. Френки тізесінен әлем чемпионаты кезінде жарақат алғанын түсіндірді. Бастапқыда ұлттық құраманың дәрігерлері оған жарақаттың аса ауыр емес екенін және ойынды жалғастырса жағдайы нашарламайтынын айтқан. Де Йонгтың айтуынша негізгі проблема тек ауырсыну болған. Ал өзінің мансабында ол командаға көмектесе алатын болса, ауырсынуға қарамастан бірнеше рет ойнаған. Кейін демалыс кезінде ол қосымша медициналық тексеруден өту үшін Барселонаға оралды. Дәл сол кезде жағдайдың бастапқыда ойлағаннан әлдеқайда күрделі екені анықталды. Френки қазір толықтай қалпына келуге назар аударып отырғанын және алаңға мүмкіндігінше тезірек оралғысы келетінін айтты. Ол өзінің кәсібіне, денсаулығына және команда алдындағы жауапкершілігіне өте байыппен қарайтынын да атап өтті. Ең бастысы де Йонг мотивациясы төмен деген әңгімелерді жоққа шығарды. Оның айтуынша, Барселона мен Нидерланд құрамасында ойнау ол үшін үлкен мәртебе. Оның екі командаға деген адалдығы ешқашан өзгермейді. Бірақ бұл оқиғаның қаржылық жағы да бар. Егер Френкидің қалпына келуі ұзаққа созылып, ол желтоқсанға дейін алаңға оралмаса, Барселона оның жоқтығын ұзақ мерзімді жарақат ретінде тіркеуге тырысуы мүмкін. Мұндай жағдайда клуб босап қалған жалақы лимитінің бір бөлігін жаңа футболшыны тіркеу үшін пайдалана алады. Алайда бұл үшін футболшының өзі келісім беруі қажет. Достар, осы жағдай туралы не ойлайсыздар? Пікірлеріңізді комментарийге жазыңыздар, видеоға лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздерден лайк, менен жаңа видеолар, ал енді де Йонгтың айналасындағы шиеленісті жағдай аясында Ферран Торреске қатысты жаңа ақпарат пайда болды. Бұл жерде Барселонаның позициясы әлдеқайда түсінікті.
Клуб испаниялық футболшыны командада сақтап қалу үшін қолдан келгеннің бәрін жасағысы келеді. Ферран қазір Испания құрамасының әлем чемпионатындағы жеңісінен кейін демалыста жүр. Ол Ciutat Esportivaға 10 тамызда оралуы керек, алайда оның болашағы клуб ішіндегі басты мәселелердің біріне айналып отыр. Ферранның Барселонамен келісімшарты 2027 жылға дейін жарамды. Сондықтан оның айналасында тағы да түрлі қауесеттер пайда болды. PSG бұл жағдайды бұрыннан бақылап келеді. Ал Луис Энрике футболшыны Испания құрамасында бірге жұмыс істеген кезінен жақсы біледі және оны жоғары бағалайды. Бірақ Mundo Deportivo мәліметіне сәйкес, Барселона Ферранға әлі де сенім артып отыр және онымен келісімшартты ұзартқысы келеді. Клуб оны маңызды актив деп санайды және футболшыны өз еркімен трансферге шығаруды жоспарлап отырған жоқ. Бұдан бөлек, Барса келісімшартты ұзартуға дайын. Тіпті мұндай жағдайда клуб Манчестер Ситиге 8 миллион еуро төлеуі керек болса да. Бұл сома 2022 жылдың қаңтарында Ферранның Манчестер Ситиден Барселонаға ауысуы кезінде жасалған келісімде көрсетілген. Клуб жаңа келісімшарт бойынша жұмысты жазғы трансферлік терезе жабылғаннан кейін қыркүйек айында бастауды жоспарлап отыр. Мұның негізгі себебі қаржылық фэйр-плей талаптары. Барселона алдымен трансферлік нарықтағы жұмысын аяқтап, содан кейін келіссөз үстеліне тыныш отырып, Ферранның жаңа келісімшартын талқылағысы келеді. Клуб Ферранның Барселона сапында 207 матчта 65 гол соққанын да атап өтеді. Ол әрдайым негізгі құрамның тұрақты ойыншысы болған жоқ. Бірақ оның командаға қосқан үлесін ешкім жоққа шығармайды. Ал Ферран Торрестің жағдайында Барселона бақылауды өз қолында сақтағысы келсе, жаңа 9-шы нөмірді іздеу мәселесі әлдеқайда күрделі. Клубтың басты мақсаты әлі де Хулиан Альварес болып отыр. Бірақ Атлетикамен келіссөздер тығырыққа тірелді. Мадридтік клуб трансферді талқылағысы келмейді. Сондықтан Дику тағы да балама нұсқаларды қарастыра бастады. Солардың бірі Борнмуттың шабуылшысы Эванилсон Крупи. Diaria Sport мәліметіне сәйкес, Барселона 20 жастағы француз шабуылшысына деген қызығушылығын қайта жандандырған. Оның есімі бұрыннан клубтың тізімінде болған. Бірақ Альваресті сатып алудағы қиындықтарға байланысты Крупи тағы да Барселонаның назарында пайда болды. Клуб оны Роберт Левандовскийге болашақта лайықты алмастырушы бола алатын футболшылардың бірі ретінде қарастырып отыр. Ол Дикуға ұнайтын профильге сәйкес келеді. Жас, болашағы зор, нәтижелі және мықты чемпионатта ойнау тәжірибесі бар. Лорианнан 30 миллион еуроға ауысқаннан кейін ол премьер лигадағы алғашқы маусымын өте жақсы өткізді. 30 матчта 13 гол соқты. Мұндай көрсеткіштер ірі клубтардың назарын бірден аударды. Барселонадан бөлек, Крупиге Челси, PSG, Арсенал, Бавария және Манчестер Ситиде қызығушылық танытып отыр. Алайда мәселе мынада, Борнмут футболшыны сатқысы келмейді. Клуб Крупиді өз жобасының маңызды бөлігі деп санайды. Әсіресе команда чемпионатта 6-шы орында аяқтап, Еурокубокқа жолдама алғаннан кейін. Ақпарат бойынша, Борнмуттың футбол операциялары жөніндегі басшысы Тиагу Пинту шабуылшыны осы жазда тіпті 100 миллион еуро ұсынылса да жіберуге дайын емес. Жағдайды футболшының агенті Муса Сисоканың позициясы да қиындатып отыр. Ол жақында Барселонамен келіссөздер жүргізілгенін жоққа шығарды. Сондықтан қазіргі уақытта бұл трансфер өте қиын болып көрінеді. Бірақ Барса бәрібір Борнмуттың позициясы қаншалықты берік екенін тексергісі келеді. Егер Альварес бойынша келіссөздерде ешқандай ілгерілеу болмаса, клуб басқа шабуылшыны сатып алу мүмкіндігін іздеуді жалғастырады. Ханси Флик тағы бір форвард алғысы келеді. Ал Дику Альварес мәселесін шексіз күтіп отыруды жоспарлап отырған жоқ. Сондықтан Крупи Альварес трансфері түбегейлі тоқтап қалған жағдайда қымбат, күрделі, бірақ қызықты балама ретінде қайтадан тізімге енді. Ал Барселона жаңа 9-шы нөмірді іздеп жатқан кезде, қорғаныс мәселесінде клуб керісінше артық қозғалыс жасағысы келмейді. Соңғы күндері Аймерик Ляпорт туралы да көп айтылды. Испания құрамасымен әлем чемпионатында жақсы өнер көрсеткеннен кейін және Пау Кубарсимен жақсы байланыс орнатқан соң оның есімі тағы да Барселонамен байланыстырылды. Бірақ Марка мәліметіне сәйкес, клуб қазір жаңа орталық қорғаушы сатып алуды жоспарлап отырған жоқ. Ханси Флик пен Дику құрамда бұл позицияда жеткілікті футболшы бар деп есептейді. Барселонада Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Рональд Араухо, Андреас Кристенсен және Жерар Мартин бар. Сонымен қатар клуб академиясында да жас қорғаушылар өсіп келеді. Сондықтан негізгі ойыншылардың ешқайсысы кетпесе, Барселона тағы бір орталық қорғаушыға ақша жұмсауды қажет деп санамайды.
Ляпорттың жағдайы да қазір белсенді деңгейде емес. Оны клуб шын мәнінде жоғары бағалайды. Әсіресе Испания құрамасында Кубарсимен бірге жақсы өнер көрсеткеннен кейін. Бірақ қазіргі уақытта оның Барселонаға ауысуы бойынша келіссөздер жүргізіліп жатқан жоқ. Тағы бір маңызды жайт бар. Ляпорттың Атлетикпен келісім шартында нақты өтемақы сомасы көрсетілмеген. Оның келісімі 2028 жылға дейін жарамды. Бұл Барселонаға бас клубымен тікелей келіссөз жүргізуге тура келеді деген сөз. Нико Уильямсқа қатысты 2024 және 2025 жылдардағы бүкіл жағдайдан кейін Барса Атлетикпен тағы да күрделі келіссөздерге кіргісі келмейді. Әсіресе Флик оны міндетті түрде қажет күшейту ретінде қарастырмайтын болса. Бұл жоспар тек бір жағдайда өзгеруі мүмкін. Егер күтпеген жерден Рональд Араухо командадан кетсе. Бұған дейін оның ықтимал трансфері туралы ақпарат тараған болатын. Бірақ қазір мұндай нұсқа аса ықтимал болып көрінбейді. Араухо маусым алдындағы дайындыққа қайта оралды, және Флик командасында негізгі орын үшін күрескісі келеді. Егер ол командада қалса, Барселона жаңа орталық қорғаушы іздеп трансфер нарығына шықпайды. Сонымен қатар Фликтің құрамында ойыншылар жетіспеген жағдайда қолданатын ішкі нұсқасы да бар. Бұл Жюль Кунде. Жаттықтырушы оны қорғаныс орталығындағы құрам тереңдігіне байланысты мәселе туындаған жағдайда шешім ретінде қарастырып отыр. Кунде ұзақ уақыттан бері оң қапталда ойнап келеді. Бірақ қажет болған жағдайда оны өзінің негізгі позициясы орталық қорғаушыға қайта ауыстыруға болады. Оған қоса клуб оң қапталда да бірнеше нұсқа бар екенін түсінеді. Эрик Гарсия оң қорғаушы позициясын жабалады. Сонымен қатар командада Эктор Форд пен Хави Эспарт бар. Бұдан бөлек, Барселона Жоау Канселюді қайтару бойынша жұмысты жалғастырып жатыр. Ол да оң қапталда ойнай алады. Сонымен бірге Канселю сол қанатқа да балама ретінде қарастырылуы мүмкін. Осылайша қазіргі уақытта Флик қорғаныстағы қолындағы ойыншыларға көңілі толады.